Құрметті көрермендер, YouTube арнамыздың көрермендері, бүгін менің мына көк шолағым Opel Astra F 94 жылғы 1.6 объемды спидометр жасамай қалды. Негізі бұл мәселемен, бұл проблемамен бір аптадай болды жүргеніме. Өткен аптада көбінесе спидометр жасамаған кезде ол спидометрдің тросынан болады. Өткен аптада бір трос алып салғам. Ол ана коробкада бекітілетін жерге дұрыс бекітілмеді. Мен бірақ деп ойладым. Сосын кеше қайтадан жаңасын сатып алып орнатып көрдім. Алдағы видеомызда көресіздер. Орнатып көріп едім, ол тағы да спидометр жасамай қалды. Оның себебін іздеп келе коробкада тұратын спидометрдің жетегі, яғни привод спидометрі орысша, сол кетіп қалған екен. Енді бұл видеодан сіздер спидометрдің тросын қалай ауыстыру керек және трос жасамаған кезде не нәрсе жасамай қалуы мүмкін деген сұрақтарда жауап таба аласыздар деп ойлаймын. Бәріңізге сәттілік, ал біз бастаймыз. Алдымен мына спидометрдің тросын ауыстыру үшін бұның коробкадегі бөлігін ағытып алу керек. Бұл міне тұр. Бұны қолмен бұрап ауыстырып жіберуге, қолмен бұруға да болады, немесе қолмен бұруға қатты болса плоскоуспен мына жеріне салып жіңішке плоскоуспен бұрайсыз. Осыны ағытып аламыз. Осындай қылып алып алдық басын. Бұл мына жерде мына қуыстан кетіп отыр ішке қарай. Енді панельге барамыз. Алдымен мына панельді шешіп аламыз. Мынаның артында бекітіледі трос. Ол үшін мына жағындағы бір болт, екінші жағында тағы бір болт бар. Екінші жағы машина руы құлап қалды. Тағы бір болт бар мына жағында. Мынаны шешіп аламыз. Осы үстіңгі бөлігін аламыз. Мына астын тағы үш уыма бар. Мына астын осыларды шешіп аламыз. Міне үстін алдық. Астын алдық. Міне мынандай болып екі бөлікке алынады. Енді мына жерде сіздерге көріне ме? Міне біреуі. Мына жерде біреуі. Осы екеуін аламыз. Сол кезде міне мынаусы шешіледі. Осылай шешіп аламыз. Міне екі шешіп алдық. Осылай жеп жеңіл алға қояды. Алынбай тұр. Мынаны гитараны былай ағытып қоямыз. Мына жерлерінде бұның басатын жерлері бар. Астыңғы жағын ағытып қоямыз. Мен салбыратып осылай. Содан кейін бұл ыңғайлы алына қояды. Енді міне көріп тұрсыздар ма? Мына жерде біреу, мына жерде және міне осы үшеуін ағытамыз. Міне ағытып алдық үшеуін де. Енді бұны бері қарай аламыз, тартамыз ыңғайына қарап. Бұны тарта беруге болады, себебі біз ар жақта капоттағы спидометрдің тросын босаттық қой. Бұны ұстап тұратын сол ғана негізі. Типа примерно мына жерлерге шығады.
шыққан кейін тағы бір көрсетемін. Ыңғайлап қолдың ыңғайына қарап шайрап тартамыз бері қарай. Бері қарай тарттық. Спидометрдің тұрғысы тұр. Астында кішкентай кертіктер көрсеңіздер. Көрдіңіз ме қазір мына түсіруге ыңғайсыз. Мына жағынан көрейін. Мына жағынан анықтап көрейін екен. Астында кішкентай. Мына итереміз осылай. Итереміз де мынаны тартып қоямыз. Осылай алынады. Мына 2-3 текер алып тастауға болады. 2-3 текер бар. Екі жанында қысатын бар. Сонымен қыссақ, бір штекер, ар жағында бір штекер. Бұл алынады. Міне мына бөлігі алып алдық. Панель. Міне ішкі қарасам 2 штекер, мынау міне. Спидометр тросы. Бұны енді капот жақтан тартып аламыз. Міне мынау тұрған. Осыны тартып алу керек енді. Осылай аласыздар. Міне кемесі. Осындай. Енді мына жаңасын саламыз. Мен мақтап берді 2,5 теңге алдым. Заказной деді, заводской деді, заказной деп берді. Качествосы жақсы деп. Енді көреміз салып қалай болатын. Енді мына бөлігін салонға қарай кіргізіп жібереміз. Міне спидометрдің тросы панельге шығып тұр. Міне. Енді бұны мына панельдің мына тесігіне ыңғайлап тығып итеріп жібереміз. Сол кезде ана ұстап қалады. Фук еткізіп. Осылай. Мына 2-3 текерді ұмытпаймыз. Ана екеуін мына жерге саламыз. Ал кеттік. Міне салдық панельге, штекерлеріне салдық. Енді орнатамыз кері қарай. Міне мынаны панельді итеріп ыңғайлап орнына қоямыз. Себебі бізде арт жақта ана капоттағы бөлігін тарту керек болады. Сол жетпей қалуы мүмкін. Бекітілетін жеріне сондықтан болса итереміз. Орнына барған сияқты. Енді капотқа кеттік. Міне капотта міне шығып тұр. Тросымыз. Осыны манағы жерге барып, мына жерге тесігіне салып, ортасындағы тросты бұрап тастаймыз. Спидометрдің тросын ауыстырдық, бірақ спидометр әлі де жасамай тұр. Оның себебі міне мынау болып шықты. Трос мына жерге келеді, міне. Бұның аты спидометрдің привод спидометрдің жетегі. Міне. Мынау ана жерге ондық болтпен шешіп алып, жаңасын саламыз. Үстіне қайттан мынаны кигіземіз, тростың басын. Міне, мынау кетіп қалған екен. Бұл привод спидометрі емес, қазақша аты. Спидометрдің жетегі. Мына жерді айналдырғанда, астындағымен бірге айналу керек.
қатып қалған. Болмайды. Оны жаңадан алдық. Міне. 1500 теңгеге алдым базардан. Міне, бірге айналып тұр. Осыны саламыз енді. Міне достар, спидометріміз қазір жасап тұр. Осымен видеомыз бітті. Арнамызға жазылыңыздар, қолдаңыздар. Қазақша контент дамыта берейік. Мынау біздің тұрғын үй массиві, Ақтөбе қаласы, бауырластар бір елді мекенінде. Ендеше қош сау болыңыздар.